1989 жылы Өскемен қаласында қазақ мектептері мүлдем жоқ кез болатын. Ұстазым Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева болатын. Ол кезде ол кісінің атақ даңқы бүгінгідей шығып тұрған кез емес болатын. Қарапайым ғана өзіміз сияқты ұстаз еді. Бірақ өз сыныбым бойынша айтатын болсам, бізді сондай ерекше баулып, әдебиетті оқымайтын, әдебиет сабағында басқа бір жұмыспен айналысып отыратын балалар болған жоқ. Өйткені ол кісінің мысы басым болды ма, әлде оқыту әдістемесі, қазір мен бірақ енді көп есімде жоқ әдістемесі. Енді өйткені бала болдықта оны әдістеме дегенді түсіне алмадық қой біз. Бірақ керемет соны оқуға, жаттап баруға, айтқан тапсырмаларды мұқият орындауға, шығармаларды талқылауға тырысатынбыз. Әсіресе менің есімде көп қалғаны Абай жолын оқыған кезде ұзақ осылай балалар жұмыс жасаушы едік. Енді оның өзі сол Абайдың бір ерекше оқыту методикасының бір жүзімі дейді ғой, сол болған шығар. Балаларды оқыта білу, балаларды іздендіре білуге ынталандыруы ерекше есімде қалды. Қазір кездескен сайын балалар Абайдың сол әдебиетті қалай оқытқаны, кабинеттің қасында тұрып біз Абай жолын жатқа оқитынбыз. Содан сыныбымызда 3-4 бала қазақ әдебиетін таңдадық. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне түсіп кеттім. Қалған 2 бала, біреуі Семейге, біреуі Алматыға кетті. Мен сол 94 жылы қайтадан сол өзім оқыған мектепке Қанипа апайдың қасына ұстаз болып оралдым. Сол кісінің қасында 2014 жылға дейін бірге қызмет еттім. 2014 жылы отбасылық жағдаймен Астанаға көшіп келдім де, ары қарай осы ұстаздың жұмысын жалғастыру мақсатында оқу әдістеме кабинетін ашқан едім. Менің бала күнде қазақ әдебиетіне осы білім саласын алып келген ұстазым болғандықтан, бірінші ұстазға деген құрмет болса, екіншіден ол кісінің қазақ әдебиетіне бергені де, әлі берері де көп болғандықтан, осы әдістемелік кабинет Астана қаласында қажет-ау деген мақсатпен ашқан болатынмын. 2017 жылы сәуір айында ашылды. Бітібаеваның әрбір кітабында осы жаңартылған білім мазмұнының балаларды сыни тұрғыдан ойлау, құндылыққа баулу мәселелер барлығы Бітібаеваның еңбектерінде жазылып, қалай оқыту керек, балаларды қалай ойландыру керек, қандай үлкен нәтижеге жетуге болады деген сияқты шығармашылыққа баулу жолдарын барлығы көрсетілген. Сол жолдарды ары қарай дамытсам деген мақсатпен ашылған болатын. Мен енді Астана қаласының құрметті педагогі деген бұл бір бүкіл жасаған жұмыстарымды жинақтап өткіздім, бірақ енді үміттенген жоқпын, шын айтсам. Өйткені үздік Астананың құрметті педагог атағын алу, лайықтым ба, лайықты емеспін бе деген ой бәріне де келеді ғой енді. Лайықтымын деп ішіңе санап тұрсаң да, ол жердегі тұрған критерийлер, талаптарға сай болам ба деген оймен. Бірақ мектеп басшысы, сіз осындай атаққа іліндіңіз, сізді үздік Астананың құрметті педагогының алдыңыз деген кезде қатты қуандым, өтірік айтпаймын. Секіріп қатты қуандым. Өйткені әрбір адам өзі еңбек еткеннен кейін оның жемісін де жегісі келеді ғой. Ол әскери адамдар айтады ғой, генерал болғысы келмейтін солдат жоқ деп. Сол сияқты ол өтірік айтудың да қажет жоқ шығар. Мен осы атақты алғым келді. Атақ алғанда жақсы, бірақ ең бірінші мен үшін сыйақыдан бұрын жауапкершілік. Ол алғаннан кейін ол сол атаққа лайық болу керек деп ойлаймын. Іздену керек, жұмыс жасау керек. Оқушылардың алдында да, тіпті әріптестеріңнің бүкіл Астана мұғалімдерінің алдында рас, шынымен де сол атақ сіздік екенін дәлелдеу керек сияқты. Ол өмір бойы дәлелдеуге талап етеді. Ал енді сыйақысы миллион теңге сыйақы берілді. Өскеменде бізде орыс тілді аймақ болғанмен, мен жаңағы ауылдан келген дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы гимназия интернатында сабақ бердім ғой. Ол жерде таза ауылдан келген сөз маржандарын терген балалар оқыды. Таза әдебиет. Ол жерде біз Қанипа Омарғалиқызының зертханалық кабинеті бар, үлкен.
ол жерде тек қана әдебиет таңдаған балалар барады. Ол балалармен жұмыс жасауда жеңілірек, бірақ тағы да талапты өте қажет етеді. Үлкен ізденісті қажет ететін жұмыс. Ал Астанаға келген кезде, жаңа өзіңізді айтып кеттіңіз, орыс тілді балалар және әрбір облыстың, әрбір республиканың әрбір аймағынан келген балалар, әртүрлі диалектпен келетін балалар. Сол себептен қазақ тілін оқыту бұл жерде тіптен күрделі деп ойлаймын. Біріншіден, орыс тілді балалар болғандықтан, екіншіден, қазір қоғамға байланысты қазақ тілінің мәртебесі өсе ме деген сайын, керісінше мәртебесі өз деңгейінде көтеріле алмай тұрып отырған қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, қазақ тілін оқыту барлық пәндердің қиынынан қиыны ма деп ойлаймын. Ең қиыны бізде әдебиетті оқыту. Ең қиыны. Өйткені сынып өскен сайын, баланың жас ерекшелігіне байланысты шығармалардың көлемі де өсе береді. Сол кезде балаларға көлемді шығармалар оқыту. Шығарманы оқыған кезде ғана бала шығарма туралы пікір айта алады, ой айта алады, шығарманы талдай алады, жаза алады ой өзіндік пікірін. Ал осы нәтижеге жеткізу барысында қиналатынымыз шындық. Ол барлық жалғыз мен емес, бүкіл қазақ тілі мұғалімдерінің басты проблемасы болып отыр деп айта аламын. Ата-ана мен әдебиет әлемінде деген бір жыл сайын өткізетін бағдарламам бар. Бағдарлама демесем қалай? Іс-шарам бар. Яғни баланы, әсіресе көбінесе 5-6 сынып балалармен өткізем. Ол қалай? Бала ата-анасымен бірге шығарма оқиды. Сол шығармадан өзіне ұнаған бөлімінен көрініс қояды. Шығармаларды жаттап ата-анасы екеуі бірге мәнерлеп оқиды. Осы кеше ғана бір ата-ана келіп, осылай оқып жатырмыз, былай талқылап жатырмыз, былай деген, сонда көрдіңіз бе? Балаға да ата-ананың ықпалы жақсы әсер етіп тұр. Авторлық бағдарлама деп қазір ол ойдан жазыла салатын емес, нәрсе емес қой ол. Авторлық бағдарлама деген жаңағы бір оқыту барысында туындаған проблемадан шығады. Менде балалар сабақта ауызша өте жақсы сөйлейді. Шын оқыған шығармаларын талқылауға, өзінің пікірін айтуға жақсы келеді. Дәл балалар енді сол оқып талқылаған жұмыстарды жазылым тапсырмасына келген кезде балалар ойларын жаза алмай жатады. Міне менде осындай проблема туындаған кезде енді осыны қалай ары қарай дамытамын деген ой мақсатпен маған сұрақ туындайды да, осы сұрақ айналасында ізденіп, мен авторлық бағдарлама жазуға әкеледі. Бейімбет Майлиннің қазақ тілі соққы көрген тілдің бірі еді. Тілі жаңа шығып келе жатқан жас балаларыңа орысша сөйлетуді әуес көрмей, қазақша үйрететінде күндерің болар деп үміт еткен екен. Бұл барлық қазақ азаматының арманы, соның ішіндегі менің де басты арманым. Осы арманға жету үшін ең бірінші әрбір қазақ отбасы өз ошағынан, өзінің отбасынан бастаса деп ойлаймын. Біз қазір түрлі трендтерге жасап жатырмыз ғой. Сол отбасында тәрбиелеуді, қазақша сөйлеуді трендке айналдыру керек дейін ба, сондай бір жаңаша ұрпақ тәрбиелеуге әкелуіміз керек.